Лиза өз бөлмесінде отырып жұмыс іздей бастады. Ол ақша таппағанына 2 ай болды. Сондықтан ол жұмыс іздеуді жалғастыра берді. Интернетте ол бала күтуші болатын бір жұмыс тапты. Және 2 баланы қарау керек. 6-7 жас аралығында. Ақшаны көп беретін болған соң, сол нөмерге хабарласты. Телефонды кәрі кісі алды. Және оған шынымен бала күтуші керек екен. Үйдің адресі біртүрлі болды. Ал үй ескі және біртүрлі болды. Оған қарамастан Лизаға ол жұмыс керек болды. Келесі күні ол сол үйге келді. Ал үй қаланың шетінде тұратын. Және үйдің сырты өте ескі болды. Лиза өзін біртүрлі сезінді. Сосын Лиза ойлайды. Осы жаққа келдім бе, ендішесімді соңына дейін аяқтаймын. Ол есікті енді қаған деп қалғанда, есік өзі ашылады. Ал оның артында әлгі кемпір тұрады. Ол Лизаны үйге шақырады. Лиза болса кіреді. Оның алдында кәрі әрі қорқынышты кемпір тұрады. Және интернетте ол хабарландыруды жасаған екен. Және сол кемпірдің балаларын қарау керек екен. Лиза бірдеңе айтпас бұрын әлгі кемпір Лизаның қолын ұстап бір жаққа апара жатты. Олар коридорда кетіп бара жатқанда Лиза көп ескі суреттерді көрді. Біз көп бөлмеден өттік. Ас бөлме, балалардың бөлмесі, зал және тағы басқа. Ең соңында біз үйдің артынан шықтық. Лиза кемпірмен келе-келе қорқа бастады. Сосын өз қолын тартып қалды. Мен бала қарау үшін келдім емес пе? Ендеше анау Марк, анау Айнет, олар өте мейірімді балалар. Ол кемпір ағаштың астын көрсетті. Және ол жерде жаңа ойыншықтар болды. Ал бала жоқ болды. Лиза кемпірде бірдеме дұрыс емес екенін түсініп, бұл жерден кету керек деді. Тоқтаңыз, қайда бара жатырсыз? Мен сіздің жұмыс орныңызды көрсетпедім ғой. Ол кемпір қабырды көрсетті. Және сол жерде Марк және Айнет деп жазылып тұрды. Оларды асырау үшін сіз де өлуіңіз керек.